Достар, видео басталмай тұрып сендерге Фудик ТВ деген арнаны ұсынамын. Достар, бұл өте топовый канал. Шапкасы мен авасы өте күшті, достар, маған қатты ұнады. Және де ода новый видео шыққан болатын, сұрақ жазып кет деген. Сол видеоға кіріп өз сұрақтарыңызды жазып кетіңіздер, достар, қызықтырған. Ал және де болды айтарым осы, енді келесі рекламаға көшейік. Және де, достар, сіздерге It's Rafi PvP'шер деген каналды ұсынамын. Осы каналға обязательно подписка жасаңдар, достар. Және де қараңыздар, өте топовый превью, особенно осы ортасындағы превьюда. Және де осы последний видеосы мен ютубтан кетейін ба деген видео шықты, достар. Сол үшін Рафиді қуантып жерейік өз подпискамызбен, өйткені может кетуі мүмкін, сол үшін кеткіздірмеу үшін кішкен қуантып жерейік, достар. Болды, енді видеоға көшейік. Бәріңе сәлем, достар, сіздермен Эмилс. Я, достар, осы YouTube каналымды көрсеңіздер, менде ең последний видео менде 6 күн ба, 7 күн ба бұрын солай салынды, достар. Сол үшін мен өте үлкен кешірім сұраймын сіздерден, осылай өте ұзақ видео шықпағанына. Ал осылай видео шықпаған себебі, достар, оны айтқым келмейді, достар. Өте көп былай подряд күндерде менде әртүрлі нәрселер шыға бастады ма. Қонақтар, анау біреу келді, анау нәрсе боқалды. Өте көп нәрсе болды да, видео түсіруге просто уақыт жоқ болып кетті. Ал енді мен сіздерге нормальный задержкасы видеолар түсірем деп ойлаймын, достар. Ал және де осы видеода, ол бүгін ғана мен осы видео түсіріп атқанда, Dynafix деген ютубер, интромейкер деуге болады. Сол маған наконец-то өзі интросын мен заказать еткен шығарды, достар. Өте топовый. Ал сіз енді қазір көре аласыздар, және де енді потом көшеміз ютубтың ютуб депін ғой, я видеоның темасына кеттік. Достар, интро ұнады ма или ұнамады ма, комментке жазыңыздар. 0-ден 10-ға шейін оценка беріңіздер. Ал мен енді видеоның темасына көшемін. Ал видеоның темасы бұл комментаторлардың типтары, достар. Бірінші тип айтқанда, ол білмеймін қандай тип. Тыңдандар. Тегін пиар жасап қазақпыз ғой, достар. Білмеймін осы коммент жазатын адамдардың ойында не бар екен, достар. Олар ойлайтын шығар, біз қазақпыз ғой, мен оған бесплатный пиар жасап бере салайын, қазақпыз ғой деп. Болды, осы комментарал осыны ғана айта аламын, достар. Что-то қыламай ятыр, достар. Көбірек аттым, өр қалатын шығар қазір. Жарай, сол көшейік сол комментке. Я, достар, соны ғана айта аламын, сол комментатор туралы. Келесі бізде Алладан қорықпайтын адамдар. Ал дұрыстап айтса, пиар жасап берші, Алла разы болсын дейді. Білмеймін не үшін осындай коммент жазады, достар. Олай жазуға болмайды па идея? Қалай айтсам ол, сөз таппайтым, достар. Ұмыт қалдым, Осы сөз сізде миыңызға келсе, жазыңыздар комментке. Қандай сөз айтқым келді? Сол келесі бізде екі тип болады. Тағы бір тип комментінде екі лагерьға бөлінетін адамдар болады. Бірінші ол просто кішкентай әріппен топ деп жазатын. Екінші үлкен әріппен топ деп жазатын, достар. Сол бұл адамдар өте күшті, достар. Көп сөйлемейді, просто видеоның астына қазақ МКП-шер, басқа да ютуберларға просто көп сөйлемей топ деп жазалады. Ал біз осы матчта жеңдік, келесі матчқа көшейік. Ал мен енді ары обозревать ете беремін. Келесі тип бізде өзіңдікі сияқты шапка ава жасап берші пыжы дейді. Я, менде, менің ойынша мен шапка мен авам өте күшті, маған қатты ұнайды шапка мен авам. Сол адамдар табылады, солай жасап берші деп айтатын. Мен өзім жасай алмаймын, достар, шапка мен авам. Маған чисто мен заказать етем. Сол, достар. Келесі бізде адам бұл көп боқтайтын адамдар, Бірақ менің видеолардың астында мен ондай адамдарды вообще көрмеппін, достар, шынымды айтсам, боқтаған. Но кейбір қазақ МКП-шерлардың видеоның астында мен көрем, кейбір кезде, бірақ өте редко көрем, бірақ ондай адамдар все равно бар, достар. Мені көргендеріңіздей боқтайтын адамдар. Келесі бізде, вроде бітті. Тағы айтқым келгені, менде скриндар бар. Мені былай оқысаңдар, скринді көргендеріңіздей,
мынаяқта Zigzag TV жазады маған. Мен ойнап атқам Бэдварс өзім. Не нересі мал дейді достар. Мен түсінбей қалып, не үшін мал деді, мен оған не істеп қойдым, сол ойладым сразу. Сол үшін сұрақ белгісін жаздым оған. Білейін деп, не үшін мен мал деп айтқанын. Ал ол, оказывается, приколист, достар, десене қалжың деп жаз қойды. Өте қызық прикол, достар, сол болды. Мен түкте демеймін ол туралы, жақсы. Сол главное маған шынымен де мал демесе болды. А так, вот, комментатор дегенде мен Майнкрафт ойнап атқанда жазған адам ғой. Сол болды, достар. Осы типтардың бәрін мен айтып шықтым, достар, бәрін. Видео ұнаса лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар, но нежелательно, достар. Бірақ ұнамаса дизлайк қойыңыздар, мен түсіну үшін. Айтыңыздар, не үшін ұнамады, сол болды. Кімге ары қарай менің сөйлегенім қызық емес, шығып кете беріңдер, достар. Ары қарай просто мен сөйлеймін сендерге. Так, вроде бізде я последний игрок, и скидывать етіп, видеоны бітірейік. Все, достар, скинули. Мен сіздермен қоштасам. Пока. Сау болыңыздар.